Армысыздар ағайын, назарларыңызда Қазақия. Бүгінгі әңгімеміз қазақтың төбе билері, Төле би және Қазбек би бабаларымыз жайында болмақ. Қайбір жылдары 300-дің баласы бас қосып, үлкен жиын бергелі жатқан кезде барлық ру басылары әр ру өзінің сайманын, құралдарын, түрлі аспаптарын, әдемі әшекей бұйымдарын ала келсін дейді. Сол жиында бір керемет ер-тоқымға көзі қызыққан Төле би бабамыз сол ер-тоқымды қалап мен алайын деп алып кеткен екен. Сөйтсе ол ер-тоқым кіші жүздің ағайынынікі екен. Ағайындар ерімізді бұл құрдан қор бере салмаймыз, олай болмайды деп дауға салып, бір ер-тоқым үшін 300-дің баласы қайтадан басын қосыпты. Сол тұста бұл ер-тоқымның төрелігін Қазбек би берсін деп, Төле би Қазбек биге адам жібертеді екен. Дауға келмес бұрын Қазбек би бабамыз әлгі даудың себебі болған ер-тоқымды ортаға бір сөренің үстіне қойып қойсын. Мен төрелігімді сонда ғана айтамын дейді. Байыбына түсіне қоймаған ағайын Қазбек бидің қалауын орындап, бір сөреге ер-тоқымды қойып, өздері екі жаққа жарылып бөлініп тұра қалады екен. Сонда төрелік айтуға келген Қазбек би бабамыз екі жаққа да қарамастан ер-тоқымға қарап тұрып, өне бойын қайыңнан қарер қосқан бірерсің, екі рулы елдің баласы бірерге қайтып мінерсің. Түзу төремді айтпасам, Төле би 300-дің баласын бірер үшін бөлерсің. Одан кейін жауабын Құдайға өзің берерсің деген екен. Сол сәтте Төле би бабамыз бұдан бұлай 300-дің билігі Қазбекте болсын деген екен. Көрдіңіздер ме ағайындар? Біздің ата-бабаларымыз бір ер-тоқымның өзімен-ақ тақ пен мәнсапқа бола елдің арасын бөлуге болмайтын, оның ертең үлкен сұрауы болатын бізге сабақ етіп қалдырған. Ендеше бүгінде сол мәнсап үшін, болмайтын қызмет үшін қырылысып жататын ағайындар осы сабақты жадында сақтаса екен деймін. Келесі кездескенше басымыз аман, бауырымыз бүтін болғай.